Садықбек Адамбеков атындағы жалпы орта білім беретін мектебі. Пән мұғалімі Уалиханов Әкімхан. Дене шынықтыру пәні 10 сынып. 4-ші тоқсан 8-ші бөлім. Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулық және фитнес. Сабақтың тақырыбы жеңіл атлетика және фитнес. Оқу мақсаты ағзаға тиімді, қысқа және ұзақ мерзімді қарқындылығы бар жаттығулар талқылау. Сабақтың мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастыру, қысқа және ұзақ қашықтыққа жүгіру тәсілдерін үйрету. Ойлау деңгейлері, білу, түсіну, бағалау критерийлері салауатты өмір салтын ұстануды түсінеді. Дене белсенділігін жаттығулар арқылы нақтылайды. Тапсырманы нақты орындап көрсетеді. Жалпы дамыту жаттығулары. Жалпы дамыту жаттығулары мойыннан басталып, аяқпен аяқталады. Мысалы, мойын бұлшықеттеріне жасалған жаттығулар 4 рет қайталанып жасалынуы қажет. Жеңіл атлетика бұқара көп айналысатын спорт түріне жатады. Жеңіл атлетикамен жүйелі түрде айналысу адамның қимылын жақсартып, өмірге деген құштарлығын арттырады. Жеңіл атлетика дене мәдениеті мен спорт жүйесіндегі спорттың ең басты түрінің бірі болып саналады. Себебі оны игеру өте оңай. Жүгіру, секіру, лақтыру тағы басқаларының бірнеше түрлерімен қолданбалы белгілері жетерлік. Осылардың барлығы жеңіл атлетика сабағына үйретіледі. Жеңіл атлетиканың негізгі 5 түрі бар: спорттық жүгіру, секіру түрлері, лақтыру және көпсайыстар. Жеңіл атлетикадағы спорттық жаттығулар мен жарыстар спортшының өзін-өзі бағалауы, алға қойған мақсатына жетуіне, мінезінің қалыптасуына, психологиялық бағытын жөндеуге көп көмек береді. Жеңіл атлетиканы былай сипаттауға болады: спортшылардың барлық мүмкіндіктерін салып, нәтиже көрсететін спорт түрі, ағзаны қалпына келтіру және оңалту құралы, келешек ұрпақты тәрбиелеу және дамыту құралы, дене тәрбиесі мен спорт саласында маман қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқу құралы. Қауіпсіздік шаралар. Қысқа қашықтыққа тек өз жолыңмен жүруің керек. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. Жалпы жеңіл атлетикамен шұғылданған кезде резеңке табанды аяқ киім кию керек. Жүгіретін, секіретін және лақтыратын алаңдарда көлденең кесіп өтуге болмайды. Жеңіл атлетикалық жүгірудің түрлері алдыңғы тақырыптарда айтылғандық кеткендей бірнеше түрге бөлінеді. Қысқа қашықтыққа жүгіру 60 метр, 100 метр, 200 метр және 400 метр, орта қашықтыққа жүгіру және ұзақ қашықтыққа жүгіру. Қысқа қашықтыққа жүгіруде 4 фазадан тұрады. Бірінші сөреден тұру, екінші сөреден шығу, үшінші берілген қашықтықта жүгіру, төртінші мәре сызығын өту. Және қысқа қашықтықта жүгіру төменгі сөреден басталады. Сөреге отыру. Сөреге деген бұйрық берілгеннен кейін жүгіруші тірегіштің алдына тұрып, еңкейіп алақанды жерге тірей, аяқтың табанын алдыңғы тірегішіне қояды. Содан кейін жүрелеп отырып, екінші аяқ табанын артқы тірегішіне қояды. Артқы аяқтың тізесіне жерге тигізеді. Қолдарын сөре сызығына жеткізбей қояды. Иықтың кеңдігінде етіп саусақтарын жерге тірейді. Үлкен бармақтар бір-біріне қарама-қарсы, ал басқа саусақтар сырт жаққа қаратылып қойылады. Бұл кезде иық тура сөре сызығы үстіне сәл ғана алға шығып тұрады. Табан тірегішті сезіп, дене сығылмай бос болуы қажет. Дайындал бұйрығы берілгеннен кейін артқы тізені жерден көтеріп, денені сәл ғана алға қарай еңкейтіңкіреп, жүгірушінің жамбасы иық деңгейінен жоғары көтеріледі. Дене қандай өзгерістер болса да
екі аяқты тірегіштен босатпау керек. Дененің ауырлық күші алдыңғы тірегіштің аяқ пен қол арасына бірдей түсіріледі. Денені жоғары көтерумен бірге баяу тыныс алып жүгіруге даяр тұру керек. Сөрелік қозғалыс. Бірінші адым кезінде артқы аяқтың табаны сөре сызығын өте төмен аттап, табанның ұшына қойылады. Алдыңғы аяқтың серпілуі аяқталғанда дене мен бас бір сызықта болуы қажет. Тірегіштен бір бағытта зор күшпен серпілу мәрелік қозғалысты үдетуге көмектеседі. Қашықтық бойымен жүгіру. Старттық қозғалыстан кейін жүгірушінің басты мақсаты адымды ұзарту, жедел қимыл арқылы жылдамдықты өсіру. Тапсырма. Төменгі сөреге отырып жаттығу. Жеңіл атлетиканың түрлері. Қысқа қашықтыққа жүгіру неше фазадан тұрады? Рефлексия. Мен осы сабақта не білдім? Осы сабақта алған білімдерімді қайда қолданамын? Сабақтан кейінгі менің көңіл күйім.